Қазақстан Республикасының президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметіне брифингіне қош келдіңіздер. Брифингдің тақырыбы Қазақстан қоғамының рухани мәдени дамуы. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік жөніндегі комитетінің төрағасы Қуаныш Сұлтанұлы Сұлтанов. Қуаныш Сұлтанұлы, сізге сөз. Рахмет, қайырлы күн, добрый день, құрметті бұқаралық ақпарат құралы өкілдері. Сіздердің біздің тәуелсіз мемлекетіміздің өткен тарихы мен тағылымына, бүгіні мен ертеңіне қызығушылық білдіріп, осы сұхбатқа келгендеріңізге мен ризашылығымды білдірем. Сіздерменен пікір алысуға әр уақытта бізде ықыластымыз. Хош келдіңіздер. Өздеріңіз білесіз, біз жаңа айтылғандай кездесуіміздің тақырыбы мемлекетіміздің, біздің еліміздің рухани әлеуетінің жағдайы және болашақтағы біздің үмітіміз, арманымыз, еліміздің ертеңгі өркендеуіне байланысты болмақ. Әрине, әңгімеміздің қайнар бұлағы да, оның кәусар сусыны да біздің тәуелсіздіктен бас алуы заңды. Өйткені мемлекетіміздің тәуелсіздігі болмаса, тәуелсіз мемлекет болмасақ, біздің бүгінгі қандай да әңгімеміздің ешқандай бір сапасы да, оның маңызы да бола қоймас еді. Барлығы бүгінгі жетіп отырған біздің жетістіктеріміз, бүгінгі бұрын соңды болмаған біздің бүгінгі өміріміздегі әлеуетті жағдайымыз барлығы тәуелсіздіктен басалады. Енді қазір 2 айдан кейін біз тәуелсіздігіміздің 23 жылдығын атап өтпекпіз. Бұл тарихқа қарағанда қас-қағым сәт. Ал бірақ осы 23 жылда біздің мемлекетіміз өзінің бұдан бұрынғы ежелгі тарихынан бастап талай армандап қол жеткізе алмаған дүниелеріне қол жеткізген айрықшылықпенен ерекшелік болды. Сіздер бәріңіз өте хабардарсыздар, өздеріңіз талай рет оқып, талай рет әртүрлі пікірлеріңізді айтып жүрсіздер. Осы Ұлытауда болған үлкен ақпараттық және ол өзі бір жақсы бір оқиғамен байланысты болды. Біздің елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының біздің мемлекетіміздің тарихына байланысты, мемлекетіміздің рухани өсіп өркендеуіне байланысты, ертеңгі болашағына байланысты, жас ұрпақтың дүние танымына байланысты келелі әңгімесін барлығыңыз жақсы білесіздер. Бізде сол әңгімені бір жағынан сабақтастыра отырып, екінші жағынан осы біздің қоғамда кейде әртүрлі қоғамда болатын процестер, қоғамда болатын пікірлер, солармен салыстыра отырып, сол әңгімені ары қарай біз дамытуға мүдделіміз. Біздің мемлекетіміз үшін біз осы 23 жылда бұрын бірнеше ғасырлар бойы армандап, тіпті біздің мемлекет ең соңғы Керей Жәнібек тұсында құрылған 15 ғасырдағы мемлекетіміздің өзінде де сол кезде армандап қол жеткізе алмаған нәрсеге дәл осы жолда жеттік. Бұл біздің үлкен байлығымыз. Бүгін сіздер мысалы өздеріңізде осында қатынасып отырған жас ұрпақ деп сіздерді айтуымызға болады. Ал мысалы менің ұрпағым, біз кеңес одағы дәуірінде жастығымыз өтті, ол жағдайды көрдік. Сондықтан да біз кеңес одағы кезінде жасай алмаған нәрсенің барлығын қазір осы тәуелсіздіктің арқасында қол жеткізіп отырмыз. Ол салыстыратын әңгімеміз көп, дәлелдейтін, айтатын деректеріміз де жеткілікті. Мысалы, сіздерге мына осы отырған медиа орталықтың өзі, біз кезінде кеңес одағы кезінде Алматыда телеорталық
құрылысын салғанда оның бәрі Мәскеуден қанша рет қаржыланып, Мәскеуге қанша рет барып, 4-5 жылда бір орталық салғанға бөркімізді аспанға атып қуанатынбыз. Ал енді тәуелсіздіктің арқасында мына Астана, бүкіл Астананың өзі тәуелсіздіктің түлегі, тәуелсіздіктің көрінісі. Бүкіл Астанаға қарап, барлық облыс орталықтары да керемет жаңа өркендеу дәуірінің бастарынан өткізіп жатыр. Жалпы қоғам өзгерді бізде. Жалпы рухани дүние таным өзгерді осы 23 жылдың көлемінде. Сондықтан да біздің ең бірінші қасиетті әрқайсымыздың санамызда, жүрегімізде болатын нәрсе ол жай сөз емес, жай насихат емес. Ол жанымыз, ол қанымыз, алдымен тәуелсіздігіміз. Мысалы, жаңа мен құрылысты айтып отырмын ғой. Бұрын қандай да құрылысты, егер оның қаражаты 5 миллион рубль болса, оны Мәскеудің рұқсатымен ғана салатынбыз. И только с разрешения, с утверждения московских властей, то есть центральных властей, мы могли тогда строить какой-либо объект стоимостью более 5 миллионов рублей в те времена. А сейчас посмотрите, за эти годы более 800 школ построили, средних школ. Это значительно больше, чем за весь период, вообще предыдущий период. Потому что раньше при Советском Союзе, допустим, в одну пятилетку на каждую область максимум 1-2 школы давали. А сейчас каждая область строит значительно больше. Все равно его мало, не хватает. Социальную нашу базу недостаточно, это все нас обеспечивает. Сондықтан, мысалы осындай теңеулерді көп келтіруге болады. Ал енді мына біздің ең тәуелсіздіктің символы деп айтатын, және осы біздің мемлекетіміздің, біздің ұлтымыздың өркендеуі деп айтатын көрінісіміз бірінші Астана. Осы Астананы біз ұлт ретінде өз еркімізбенен шешім қабылдап, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзінің осы қоғамға дәлелдеп, мемлекеттік орындарға дәлелдеп, парламентке дәлелдеп, өкіметке дәлелдеп бастаған бастамашылығы. Сол кезде біз 90 жылдардың басында үлкен экономикалық дағдарыс болған. Қаржы жоқ, жалақы жоқ, мына зейнетақы жоқ, өндіріс тоқтап жатыр. Завод, фабрикалардың бәрі доғарылған, инфляция құлдыраған, 3000% дейін инфляция кеткен. Ақша жоқ. Сол кезде 94 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы осы ұсынысты берді. Сонда біз қасында жүрдік, бірге жүрдік, тілектес болдық, бірақ ішімізден сенбей жүрдік. Бұл қалай болады? Не ақшамыз жоқ, не жағдайымыз жоқ. Сол кезде мысалы Германия деген керемет мемлекет, олар бірікті біріншіден. Батыс Германия мен Шығыс Германия. Сол бүкіл Европаның экономикасын жасап отырған күшті мемлекет екенін білесіздер. Почти 20% доли европейской экономики создает Германия. И такое государство объявляет 10 лет для переноса столицы из Бонна в Берлин в 90-х годах. И тогда мы подумали, как мы можем. У нас при Советском Союзе 93% всех предприятий и индустрий, они управлялись только из Москвы. Казахстан как бы только территориально через партийные организации влиял, а экономика управлялась из Москвы. 93% промышленности. Вот почему нам, Казахстану, пришлось очень тяжело после развала Советского Союза создавать новую экономику, потому что все предприятия работали через Москву, даже многие специалисты, оборудование. Все это остановилось же, все это остановилось.
И поэтому надо было проводить новую модернизацию, новую экономику, новые экономические отношения, как рыночные. И надо было готовить людей, поэтому пришлось в те времена нелегко. Первые 10 лет прошли как бы на преодоление экономического кризиса в Казахстане. И в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов наша экономика пошла на поправку. И с того времени по инициативе Нурсултана Назарбаева начало строительства всего социального блока. Это школы, это медицинские учреждения, это детские сады, другая социальная сфера, вся инфраструктура. Теперь благодаря новой технологии, внедрению вообще новых формаций в экономике, наша экономика постепенно начала поправляться, и бюджет начал пополняться. Я помню 2001 год, когда наш бюджет составлял всего лишь более 400 миллиардов. Сейчас мы почти рассматриваем 5 триллионов, уже триллион бюджет. И большая доля, она направляется на поправку, на улучшение качества жизни, социальной сферы, уровня жизни людей. И поэтому, преодолев вот такие трудности, Казахстан начал позиционировать себя как современное профессиональное государство. И благодаря результатам экономической реформы нам удается проводить большие реформы в духовной сфере. Біздің рухани өмірімізді жақсарту, барлық әлеуметтік жағдайымызды жақсарту, адамның өмірінің сапасын жақсарту, осыған айрықша мән берілумен келеді. Бюджет, жыл сайын қаралатын бюджетте қаржы жағынан осыған үлкен екпін беріледі. Мына өткен Ұлытауда берген үлкен интервьюінде Нұрсұлтан Әбішұлы біздің терең тарихымызға байланысты және сол тарихымызды қадірлеу жолдарына байланысты алдағы уақытта біз не істеуімізге қажетті және оны жасайтын адам екендігі, адамның санасы, мына білімі екендігіне айрықша екпін берді. Біз әрине тәуелсіздікті көзіміздің қарашығындай сақтауымыз керек. Тәуелсіздік деген біздің бүкіл өміріміздің мазмұны да, мақсаты да, біздің арманымыз да. Тәуелсіздік болмаса, бұл әңгіменің бірі де болмайды. Ал енді осы жаңағы оның экономикалық базасы туралы мен іздеп айттым. Енді осының негізгі рухани қуаттылығы, рухани санасы, ол біздің қоғамның біліміне байланысты болады. Қоғамның бірлігіне байланысты болады. Өздері біз этносаралық, біз ұлтына қарамай, ешқандай дініне қарамай, біздің Қазақстанда ұлттық бірлік, қоғамның бірлігін қамтамасыз ету біздің негізгі мақсатымыз. Өздеріңіз көріп отырсыздар, что творится в мире. Вы все прекрасно знаете. Вот где выясняют отношения, различные мировоззренческие аспекты, выясняют отношения, различные религиозные взгляды. И вся работа, вся идеологическая основа, которую осветил Нурсултан Назарбаев в своей стратегии 2050, она направлена на то, чтобы казахстанцы жили в мире и согласии. И тогда мы можем осваивать новые экономические реформы, новые экономические высоты, создавая свою же экономическую базу, создавая свой же быт, улучшая свой быт. И если в обществе нет согласия, если в обществе нет единого действия, о какой экономической реформе можно вести речь? Поэтому вся работа, она направлена, целенаправлена на проведение сохранения стабильности в нашем обществе.
И вы знаете, мы приняли законы, которые нам создают правовую базу на обеспечение, на выполнение реализации всех требований прав человека. Мы позиционируем в мире как прогрессивное государство, как государство равных возможностей. У нас нет делений ни по языковым принципам, ни по национальным признакам, ни по религиозным признакам. Наоборот, у нас создаются такие неформальные условия для того, чтобы все дружно проживающие казахстанцы в нашей стране болели, переживали за свою родину, и все чувствовали себя здесь свободно, все могли бы трудиться, все могли бы беречь нашу независимость, нашу государственную независимость, и для того, чтобы самим жить в дружбе и согласии с интересной перспективой, которая сейчас диктует новые вызова тоже времени, будь это даже в экономическом смысле, будь это во взаимоотношениях различных точек зрения. Вот некоторые моменты, о которых я вам хотел сообщить. И сейчас у нас главная ценность, чтобы наше молодое поколение осознанно относилось к сохранению государственной независимости. И независимость самого государства всегда нуждается в защите через участие каждого гражданина, через участие каждого человека, проживающего в нашей стране. Сондықтан, құрметті әріптестер, сіздердің назарларыңызға үлкен рахмет. Осы кездесуімізде сіздерді толғандырып жүрген әртүрлі сұрақтар бар екеніне бізде білеміз. Сондықтан осы кездесуді пайдаланып сұрақтарыңыз болса қоярсыздар. Бізде мүмкіндігімізше жауаптарымызды айтып пікір алысып отырайық. Рахмет. Сізге де рахмет. Сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Қазақстан ұлттық телеарнасы. Микрофонды алыңыз. Кешар құрметті әріптестер, Ғалым Кәлмен, ұлттық арна. Біздің конституциямыздың алғашқы сөздері былай басталады. Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның басты қазынасы адам және оның денсаулығы, құқығы мен бостандығы дейді. Бүгінгі таңда біз өзімізді қаншалықты құқықтық мемлекет ретінде таныталдық? Рахмет. Өте маңызды сұрақ деп есептеймін, және бұл сұрақ әрбір адамның санасында, әрбір адамның жүрегінде. Негізгі жаңа өзіңіз айтқандай конституцияда соны біз жаздық, және осы барлық жүргізіліп отырған мемлекеттік біздің саясатымыздың барлығы осыған бағытталады. Енді мен қазір президенттің жанындағы адам құқықтары жөніндегі комиссияның жұмысын жүргіземін. Өзімнің депутаттық міндеттеріме қосымша. Шын мәнінде де бұл өте нәзікте сұрақ, сезімтал сұрақ. Біз барлық қазір заңдық кеңістіктің өзін, қабылдап жатқан заңдарымыздың барлығын осы адамдардың құқын сақтауға соған еңбектеніп жатырмыз. Ол бізде проблема жоқ деп айтпаймын, проблемалар бар. Адамдардың ең бірінші құқықтық мәдениетін біз қалыптастыруға көп еңбек жасауымыз керек. Ол жетпей жатыр. Яғни қысқаша айтқанда заңмен өмір сүруіміз керек. Мәселен, жаңағы жемқорлық, парақорлық, тағы басқа бейбастақтықтар неден болады? Адам адамды сыйламағандықтан, адам заңды сыйламағандықтан. Не болмаса біліп тұрып сыйламайды, не болмаса білмейді заңды. Яғни заңдық кеңістікте өмір сүруге үйренуіміз керек. Заңмен өмір сүруге үйренуіміз керек. Заңды сыйлауды үйренуіміз керек. Бұған әрине ең алдымен билік мүдделі болу керек. Билік үлгі көрсету керек.
представители власти должны быть образцом, примером соблюдения вообще законов. Это и есть право. В любых действиях, не только в решении экономических вопросов, в решении человеческих взаимоотношений. Почему у нас получается, просто создается общественное мнение? Иной раз фактов нет. Допустим, человек обратился в тот же ЦОН с какой-то просьбой там оформить какие-то документы и так далее. ЦОН гражданина возвращает: приходите через 3 дня, я вам сделаю документы ваши. Через 3 дня человек приходит, вместо того, чтобы ему выдать документы, этот маленький чиновник говорит ему: нет, еще через 2 дня приходи. Потом говорит: еще через 2 дня. И у гражданина появляется такое сознание. Почему он меня вот так вот затаскивает? Почему он сразу не выполняет свою обязанность? А потом начинает думать: наверное, от меня что-то хочет он. Бірдеңе тілеп отыр ғой деп. Даже вот так формируется просто общественное мнение. Это зависит от культуры уже государственного чиновника. Вот этого работы у нас еще недостаточно. И много писем в комиссию поступает с жалобой на действия правоохранительных органов, в том числе на решение судей. Солардың шешімдерінің әділетсіздігіне жауаптар әртүрлі шағымдар түседі. Міне осылардың барлығын біз бірте-бірте жойымыз керек. Негізінен бізде құқықтық негіз жасалды. Создана правовая база. Но нам недостает того факта, что мы не умеем, еще не научились жить по закону, выполнять законы. В мире есть такие государства. Та же Германия, та же Англия. Соблюдение законов выполняется очень строго. Я не идеализирую эти страны, тем не менее, соблюдение законов. Жить по закону. Не позволять себе вне закона действий. Вот это и есть и правовая культура. Сондықтан на первый план выдвигается право человека, право гражданина. Начиная с его рабочего места. Если он даже в школе, начиная со школьной скамьи. Бұл жағынан бізде болашақта да көп жұмыстар жасауымыз керек. Барлық мемлекеттік орындар, мектеп, отбасы, жақында ғана президент өткізген мерейлі отбасы деген, мысалы, осының өзі біздің үлкен идеология. Отбасының сапасы, отбасының өздерінің мемлекет алдындағы жауапкершілігі арқылы қанша мәселені оң шешуге болатындығын президент өзінің сөзінде айтты. Өздеріңіз бәріңіз көрдіңіздер, насихаттадыңыздар, тараттыңыздар, жариялап жатсыздар. Сондықтан осындай адамгершілік тұрғыдан адами қарым-қасиеттер сақтау арқылы біз адам құқығын қамтамасыз етуіміз қажет. Рахмет. Рахмет. Регионы, будут ли у вас вопросы? Сәлеметсіз бе, орталық Қазақстан газетінің тілшісі Айгерім Абдығалиева. Менің сұрағым: мемлекеттік құзырлық мекемелерде мемлекеттік тілдің қолданыс аясы қандай? Рахмет. Айгерім, рахмет сұрағыңызға. Өте маңызды және мемлекеттік сұрақ деп есептеймін. Жаңа мен алдыңғы сөзімді айтқанда, мемлекеттік құзырлы орындар үлгі көрсету деген сөзді бекер айтқан жоқпын. Шын мәнінде халық мемлекеттік құзырлы орындарды сайлады, соларға мүмкіндік берді. Ол туралы елбасы өзінің әрбір сөзінде мемлекеттік қызметтердің, мемлекеттік қызметкерлердің және мемлекеттік құзырлы орындардың жауапкершілігін баса айтып жүр. Халыққа қызмет ету керек деп. Сол сияқты халыққа үлгі көрсету. Мемлекеттік тілде тек қана жиналыстар жүргізу емес, сонымен құжаттардың дайындалуы. Бұл жөнінде мен өзімнің парламенттің атына да, мысалы, біздер әлі көптеген заңдарды мемлекеттік тілде қарауға толық жете алмай жүрміз. Мәжілістерде пікірталас мемлекеттік тілде болады. Мәжілісте, сенатта төрағалары ол жиналыстарын мемлекеттік тілде жүргізеді. Ал бірақ мына жұмысаралық процестерде
оны қолданылу әлі жетімсіз болып жатыр. Осы сияқты министрліктердің дайындайтын құжаттарында да, бірақ қозғалыс бар, өзгеріс бар, бірте-бірте барлығы да осыған санасы жетіп, яғни мемлекет жұмысының өзінің осындай рухани мәдениетін көтеруге көптеген шара қолданып жатыр. Қазір өздеріңіз жақсы білесіздер, жеткілікті қаржы бөлінеді. Сол қаржыны игеру және осы мемлекеттік тілді кеңінен пайдалану сияқты қоғамда, мысалы өздеріңіз жақсы білесіздер, көптеген мектептерде қазір тек мемлекеттік тіл емес, мемлекеттік ағылшын тілін, орыс тілінен бізде Қазақстанда ешқандай қиындық жоқ. Орыс тілінен. Қазақтардың барлығы туа салып орысша сөйлейді. Солай ғой. Ал сондықтан, бірақ орыс тілі біздің үлкен байлығымыз. Это наше духовное богатство, русский язык. Это наше приобретение. Казахи никогда не откажутся от русского языка, и они будут дальше, казахи, продолжать осваивать этот язык, его богатство, его возможности. И, естественно, дополнительно сейчас современная молодежь осваивает уже третьи языки, английский. Здесь вообще неоднократно президент на это обращал внимание. Это фактор сознания, фактор сердца. Каждый человек родился, принадлежая какому-то этносу, и язык у него как родная мать. Но предоставляется возможность изучить еще дополнительно какие-то языки, нам не надо его превращать в дискуссию. Нужен этот язык или не нужен, оның бәрі бос сөз. Все языки нужны. Если сейчас в мире английский язык, как президент неоднократно подчеркивал, он представляет возможность любому гражданину признания английского языка выходить на другую арену, чем только своя страна. Конечно, надо его осваивать. А сейчас молодежи, дети, они очень способные большинство. И надо создавать такие условия, меньше этих дискуссий, а больше конкретных действий. Сондықтан мемлекеттік тілде қай жерде жүрсеңіз де, оны біреу тек қана бір жағынан өкіметтен күтіп отыруға болмайды. Әр адам өзінің санасымен, өзінің көзқарасымен, өзінің мысалы әр адам ата-анасына қандай жауапкершілікпен қарайтын болса, мемлекеттік тілге де сондай жауапкершілікпен қарау керек. Ал бірақ бұл күнделікті біздің өміріміздің, көңіл күйіміздің жағдайы. Сондықтан оны дамыта беруіміз керек, дамыта беруіміз. Бір ғана жаңа Орталық Қазақстан газетінен Әйгерім, мына кезінде Қарағанды қаласында да мысалы қазақ мектептері болмаған. Қазір мектептер ашылып жатыр. Осы Астана қаласында соңғы 5 жылда 20 қазақ тіліндегі мектеп ашылды. Яғни мүмкіндік, кеңістік, болашақ. Сондықтан әсіресе бұқаралық ақпарат құралдары да бұған көп үлес қосып жүр. Рахмет. Пожалуйста. Ратель. Анар Викбасова, Ратель. Кунуш Султанович, вы ведете очень такую активную культурную жизнь, постоянно посещаете театры. Скажите, пожалуйста, как вам нравится репертуар театров наших казахстанских? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот недавно министр культуры сказал, что необходимо возродить художественные советы, и в них войдут очень известные люди и депутаты. Наверняка вам тоже поступит предложение стать членом этого совета. Что бы вы изменили в работе казахстанских театров? Спасибо. Спасибо за вопросы и за добрые слова. Я себя, свою жизнь представляю приросшим человеком к культуре, к нашей духовной культуре, поэтому если мне будет предложено, где-то я смогу быть полезным, я, конечно, приму активное участие. А что касается новых инициатив, предложений нового министра, они заслуживают внимания. Он сам сказал, я, говорит, ничего не придумываю, я просто хочу возвратиться к забытому опыту, забытой практике. Поэтому это очень хорошо. А что касается репертуар свободный у нас. Выбор делает творческий коллектив. Все зависит от интеллектуальной культуры того или иного творческого коллектива. Или режиссера, или режиссера, или там продюсера, как сейчас мы называем.
или еще другого потенциала, или актерского состава. Вы посмотрите, вот иной раз мне приходится по нашим телеканалам, я смотрю различные даже, и у одних уровень весьма такой, ну, я не хотел бы применить слово примитивный, но порой бывают такие художественные такие представления. Поэтому сейчас творческая свобода, как никогда. Надо пользоваться этой творческой свободой, и не надо стремиться вот быть похожим только на какие-то боевики, которые транслируются не по самым лучшим позициям, каналам мировых трендов. И вовсе не обязательно надо считать, что обязательно голливудские все фильмы идеальны. Нет. Что-то можно было бы интересно, что-то вовсе не надо нам принимать. Понимаете? Поэтому мне приходится часто бывать на европейских аудиториях, когда мы говорим, у нас есть свои национальные ценности. Вот, допустим, про семью. Мирель Отпаса. Я в одной встрече в Европе своим коллегам рассказал, они говорят, вот этого же, говорят, у нас нету, вот этого не хватает, то, что вы, говорят, вы сидите на такой кладези, у вас такие традиции, уважение к родителям, семейные такие очень бережные отношения людей. Так через это, через любовь, через уважение к своей матери у человека формируется отношение к обществу, к своим друзьям. Если на то пошло, когда мальчики с детства, которые любящие свою маму, они, повзрослев, к девчонкам тоже так с огромным уважением относятся. Вот через это и формируется и общество. Поэтому вы затронули очень такую интересную программу. И сейчас при Нур-Отане работает совет по воздействию и развитию культуры, который возглавляет Маулен Ашимбаев. Вы знаете, председатель комитета Маджлиса. Я являюсь членом этого совета. Кстати, сегодня после обеда в 3 часа очередной совет будет. Там обсуждаются очень такие актуальные, в том числе репертуарные проблемы. Спасибо. В театре, в большинстве театров присутствует дух поиска, дух творческого поиска. И очень много молодежи. Очень много молодежи. И они хотят выразиться, они хотят сотворить себя, они претендуют на то, чтобы привлечь внимание общества и зрителей. Вот это я хотел бы оценить. А что касается жанра, что касается самой тематики, вот, кстати, завтра, пятница у нас, завтра новый дворец школьников же вы хорошо знаете, там бывали в театре? Очень интересный молодежный театр, очень интересный. Ваши сверстники. Завтра там будет спектакль Дулата Исабекова, который сделали англичане. В Лондоне этот коллектив приехал сюда. Сходите, не пожалеете. Егемен Қазақстан, Анар Төлеуханқызы. Қуанышыға, әлемде рухани құлдықтан азат болған елдер көп. Алысқа бармай-ақ біздің мынау түркі тілдестерге қарасаңыздар, түріктердің өте рухы биік. Олар ешқашан ешкімге бодан болып көрмеген. Ал біздің халықтың рухани өсуінде, мынау тарихи сана, тарихи жадын жаңғырту жөнінде сіз қандай істер атқару керек дейсіз? Өйткені адам өзінің тарихын жете білмей, оның қандай өркениетті ел болғанын білмей, ол сана жетілуі мүмкін емес. Осы орайда сіз не атқару керек деп ойлайсыз? Рахмет. Бұл осы жүрегіміздің түбінде жатқан, мен өз басым талай жерде айтып, бұл туралы мен мақалада жаздым. Ең бірінші сана. Мына өте дұрыс айтасыз. Рухани құлдықта жүргенін сана өзі сезінбейінше құлдықтан ешкім құтылмайды. Ол яғни ол адамның санасы жету керек. Мен осы өзімді өзім танимын ба? Менің ұлтым кім? Менің анам кім? Менің әкем кім? Менің мемлекетім кім? Менің отаным кім?
деген сол сұрақ арқылы әрбір тұлға келетініне мен сенемін. Және әрине бұл жөнінде сіздің сұрағыңыздың мен төркінінде түсініп отырмын. Бізде жалпы мемлекет тарапынан да жеткілікті жұмыс жасалып жатқан жоқ. Өкінішке орай біздің бұрынғы құндылықтардың барлығы олар өздері сахнадан кетті, бірақ жаңа құндылықтарға байланысты жаңа қоғамның, жаңа ұрпақтың дүниетаным санасын қалыптастыруда біз көп нәрседен ұтылып жүрген жерлеріміз бар. Әсіресе мектеп жасынан бастап бала, ең алдымен жаңа айтып отырмын ғой, тағы да мен қайталам. Осы жолы президент соның бәрін бекер жасап отырған жоқ, мерейлі отбасы деп жаңа идеологияны бастады. Ең бірінші отбасынан бастап, содан кейін мектептен бастап. Бұрын мысалы мектепте мектеп оқушыларының қоғамдық жұмысына мән берілуші еді. Қазір о жағына міндетті түрде ешкімді міндеттеудің қажеті жоқ. Бірақ мына адами тұрғысынан, адамгершілік, тазалық тұрғысынан жаңағы айтып отырған неше түрлі салақтық, жемқорлық, жауапсыздықтың бәрі неден болады? Тәрбиенің нашарлығынан болады. Өзі не тегінде болмаса, адамның тегінде болмаса, оның үстіне ешқандай тәрбие алмаса, әрине одан ешқандай жақсылық күте алмайсың. Сондықтан бұл әңгіме біздің барлық бүкіл ұлтымызға қатысты әңгіме. Ұлттың әрбір баласына қатысты әңгіме. Әрбір ұлына, қызына қатысты әңгіме. Біз санамыз көтерілу арқылы келеміз бұған. Бұғаулықтан, рухани бұғаулықтан құтылуымыз керек. Міне бүкіл біздің мемлекетті 23 жылдан бері жасалып жатқан Нұрсұлтан Назарбаевтың саясаты осыған бағынып отыр. Мына мәңгілік ел деген идеяны ұсынды. Мәңгілік ел не? Оны кейбір адамдар шолақ түсініп, ешкім мәңгілік болмайды дейді. Олай емес. Ой мен сана мәңгілік болады. Ой мен санада тұр. Мәңгілік елді біздің ата-бабаларымыз армандап кетті. Көрдіңіз бе? Олар өздері жоқ, бірақ арманы қалды. Бізге жетті. Біздің дәуірімізге келді. Біз қазір сол мәңгілік елге көзіміз жететіндей тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп отырмыз. Бізден кейінгі ұрпақта, яғни ұрпаққа ұрпақ жалғасып, ұлтқа ұлт жалғасып, ұлттың өсу арқылы, ұрпақтың өсу арқылы елдің мәңгілік болатыны да хақ. Сол мәңгілік ел идеясын барлығымызды қолдауымыз керек. Соған әрқайсымыз үлес қосуымыз керек. Сол арқылы жаңа президент сол мәңгілік ел стратегиясында да айтты ғой. Біз алдыменен өзіміз қазақ тілінде сөйлеп алайық. Содан кейін бізге қарап, бізді сыйлаған ел сөйлейді. Өздеріңіз талай көріп жүрсіздер. Шетелден келген адамдар да біздің тілімізге қызығушылық білдіріп, ал енді осында мына түркологтар бар. Европаның, Американың мемлекет қалаларында тұратын түркологтар. Солар осы біздің Қазақстанға келеді, 2-3 айдың ішінде қазақ тілін үйреніп алады. Көрдіңіз бе, мамандар? Бірақ олардың айтатыны, сендер өздерің өз тілдеріңде неге сөйлемейсің деп сонда айтады. Сондықтан яғни сана, рухтың әлі көтерілмей жатқан жерлерінен осындай кемшіндер бар, ал бірақ халықтың сапасы осы жағдайды түзеуге мүмкіндігі бар. Рахмет. Рахмет. Тағы да сұрақ бар. Берік Дүйсенбай, Қазақстанның Евразия бірінші арнасы. Менде екі сұрақ сізге. Ең бірінші сұрағым бұл кейінгі кезде ғаламтор желісінде қазақ халқының мемлекеттігі жайлы көп әңгіме қозғалып жүр. Жалпы қазақ хандығының 550 жылдығын атап өту деген қазір ұсыныстар айтылып жатыр. Осыған қатысты қоғам қайраткері ретіндегі өзіңіздің пікіріңізді айтып өтсеңіз. Екінші сауалым мынау қазіргі қоғамдағы рухани кеңістіктегі көп полярлылық турасында айтып өтсеңіз, себебі соңғы кезде біржыныстылардың салтанат құруы, Құрманғазы мен Пушкиннің жаңағы бірін-бірі сүйістіріп қою сынды біздің ұлттық болмысымызға, санамызға жат дүниелер кейінгі кезде белең ала бастады. Осыған қатысты өзіңіздің пікіріңізді айтып өтсеңіз, осы тұста не жетіспейді бізге? Рахмет. Рахмет. Осы елдің бүкіл біздің халқымызды толғандырып жүрген сұрақтарды айтып отырсыз. Және ол қойылуы да керек бұл сұрақ. Біз тәуелсіздік алған күннен бастап елдің бәрі біздің тәуелсіздігімізге, не болмаса біздің мемлекеттігімізге дәл біздей алақан соғып қуанды деп айтпас едім. Өйткені
оған біздің еліміз, біздің мемлекетіміз өзі, біз ел болдық деп қуанып жатсақ, бұлар ел бола ма, болмай ма деп неше түрлі қақсоқ сөздер сол бізге әуел бастан айтыла бастады. Естеріңізде болса, бірақ енді сіздер ол кезде әлі мектепте оқыған шығарсыздар, 90 жылы Солженициннің мақаласы шыққан. Сол кезде бізде басқа ұлттарды біраз айтып кемсітіп, сондай сөздер айтылған. Мысалы, солардың, қазақша айтқанда, солардың ызасына біз мемлекет болдық. Және бола береміз, бұйыртса. Ал енді осындай қазір жаңағы олардың әрқайсының не сөйлеп, не қойып жатқанының барлығына басқа жерде жүріп айтып жатқанына біз ешқайсының аузына қақпақ болмаймыз. Бірақ біз өз мемлекеттігімізді дәлелдеп, сол арқылы біз олардың сөзін жоққа шығарып отырамыз. Кім не айтып жатса да, оған біздің алдымен ұлттық өзіміздің тұтастығымыз болу керек. Ол не айтып жатыр, не қойып жатыр, сыртта жүрген. Өзіміздің елдің ішінде бізде ондай әңгімелер жоқ, оған біз жол бермейміз. Біздің қазақтың мемлекеттік тарихын Ұлытаудағы интервьюінде Нұрсұлтан Әбішұлы өзі айтты. Ежелгі ғұндардан бастап түрік қағанатын, сол жаңағы өзіңіз айтып отырған 15 ғасырдан бері бәрін айтып берді. Хандық құрылымның, және хандық құрылымның тарихын сіздер жақсы білесіздер. 19 ғасырда қазақ жерінің ең соңғы ханы Кенесары Қасым 1845 жылы, 47 жылы сол кісі өлтірілгеннен кейін, содан кейін толық біздің жеріміз 4 генерал-губернаторлыққа қосылды Ресейге, хандық жойылды. Ол енді тарихта болған нәрсе. Міне тәуелсіздік соны білгендіктен тәуелсіздік бізге қымбат. Жаңа айтып отырғанымыз сол кезде бізде мысалы қазақ жерінің шекарасы. Бізде шартты шекара әр уақытта болған. Бірақ ол шекараның күші қай уақытта болады? Көрші мемлекетпенен келісім қойылғанда. Және ол келісімдер Біріккен ұлттар ұйымында бекітілгенде. Міне қазіргі кезде көп адамдар кейде шатасады, мысалы дұрыс өздері комментарий дұрыс бермейді. Ешкім қазақта шекара болған емес деген сөзді ешқашан елбасы айтқан емес. Ол кісі айтады, келісім болған емес. Басқа мемлекеттермен бірінші рет келісім болды. Қытай елімен бірінші рет келісім болды. Мысалы 1884 жылы Ресей мен Қытай арасында шекара сызығы жүргізді. Сол кезде Ресей мен Қытай жүргізді. Қазақ жерімен, Алтай жерімен жүргізді. Біз неге қатыспадық? Өйткені мемлекет емеспіз. Мемлекет болмадық ол кезде, 19 ғасырда. Біз Ресейдің құрамында болдық. Міне сондықтан да мемлекеттілік қымбат бізге. Мемлекет көздің қарашығындай. Ал енді мен жаңағы мақалды қолданғым келмейді. Бірақ айтады ғой, енді керуен көшет, әлгі шәуілдейтіндер шәуілдейді, бірақ керуен көшет. Қазақ мемлекеті керуен, өзі тұтасып, өсіп келе жатқан сондай жолын білетін, болашағын білетін үлкен керуен. Мәңгілік ел деген мақсатқа жететін жолдағы үлкен керуен. Біз әр уақытта ел боламыз. Ал енді жаңағы екінші сұрағыңыз, өкінішке орай бүкіл адамзат қоғамында сол жаңағыдай неше түрлі азғындықтар бар. Әртүрлі сіз айтып отырған мысалдарда жаңағы не болмаса адамдардың адамға жасап жатқан қиянаттары жеке жерлерде. Ол да әлгі қоғамдағы біздің кемшіндер, кейбір дерт деуге де болады. Бірақ біз оларды уағыздамаймыз. Жаңағындай біздің уағызымызда ол жоқ. Барлық адамның тұлғалық, құқықтық еркіндігі бар. Бірақ біздің жаңағы айтып отырған отбасын дәріптеуіміз, жаңағы жас отау иелерін дәріптеуіміз, жастарға жағдай жасауымыз, олардың біздің мемлекетіміздің
жаңағы өте қабілетті азаматтары болып тұрақталып, мемлекет құрап, соған қатынасуына мүдделілігіміз, осының барлығы біздің тұрмыстық сапаға әсер ететін болады деп есептеймін. Бірақ жаңағыларды насихаттамау керек. Енді бұл жолда да мысалы әртүрлі көзқарастар бар. Тағы да оны жасайтын бізде кейде бұқаралық ақпарат құралдары өздері. Біз көрсетеміз деді, біреулер көрсетіп жатыр мысалы. Әлгі жаңағы бір текті жынысты адамдардың сүйісіп жатқанын, басқасын мысалы көрсетіп жатыр. Соны көрсетпесе де болады. Көбірек телекабарлар, біздің жаңағы бұқаралық ақпарат құралдарындағы соны ұйымдастыратын адамдардың өздерінің интеллекттік, дүниетанымдық дәрежелері өте жоғары болу керек. Сол қоғамның ішінде қоғамға жақсы, оң ықпал ететін нәрселерді дәріптегеніміз дұрыс болады. Сол арқылы жүреміз енді. Рахмет. Жақсы, рахмет. Информационное агентство Минюс, Надежда. Программа завершена, идея была хорошая. Скажите, пожалуйста, можете рассказать поподробнее о мерах в культурной политике? Спасибо. О мерах? Культурной политики. Культурной политики. Спасибо. Да, очень важный, актуальный вопрос. Здесь уже мы поднимали этот вопрос. Вы наверняка помните программу президента «Культурное наследие». Мәдени мұра деген, мәдени мұра в течение нескольких лет по той программе выделялись достаточные средства, и эта программа оказала очень эффективное воздействие в восстановлению истории самой культуры, истории народа, и проделана очень большая работа по созданию фундаментальных трудов, как бабалар сөзі, затем философские труды, труды по правоведению казахской государственности, начиная со времен еще Керей-Жанибека. В течение многих веков наша духовная культура в какой-то степени она оставалась как бы в тени прозябшей. И вот благодаря программе «Культурное наследие» Назарбаева удалось нам за кратчайшее время создать очень огромный капитал в духовной сфере. И вы знаете, сейчас в Казахстане проводится государственная такая программа по возрождению национальной культуры и культуры всех народов, проживающих у нас, всех этносов. У нас в этом плане созданы благоприятные условия для всех. Я вначале говорил о том, что у нас в Конституции подчеркнутые ценности, они выполняются нашим государством, нашим обществом. Не случайно это многие, может быть, в какой-то степени приятному делу завидуют, а многие они поддерживают. Внутри нашей страны все относятся только позитивно к духовному согласию. И вы посмотрите, даже вот религиозное, то, что это духовной культуры касается, религиозные праздники православных, мусульман, раньше религиозные деятели, они друг к другу не ходили. Сейчас на Пасху муфти может сходить, поздравить, или наоборот, священнослужитель православной церкви приходит в мечеть, айт күндері поздравляет мусульманским праздниками и так далее. То есть вот такая гармония происходит. Это народная, свободная база. И на этой базе, конечно, надо строить и профессиональную культуру, и те вопросы, которые сейчас вы задевали, это издание книг, издание рукописей, которые имеют ценность в нашей истории, которые имеют значение для развития нашего общества. И затем, сейчас вот посмотрите, за годы независимости у нас создано более 20 театров. Построены новые здания для театров, которых не везде можно и привести такие примеры. Мы в одно время
в начале 90-х годов вот библиотеки, другие культурные очаги были растеряны. Сейчас все это дело восстанавливается. Налаживается книжная торговля, налаживается книгоиздание. И да, несмотря на такую сильную конкуренцию, как интернет и новые технологии, оказывается, очень много молодежи сейчас. Недавно один институт провел такое исследование. Многие очень хорошо увлекаются чтением, книгочтением. Да, правда, некоторые даже через аппаратуру читают книги. Некоторые говорят, все-таки почитал, лучше подержать книгу в руках. И так тоже чувствуется. Так что духовный мир человека, он вечный. Вечное осознание, вечная такая категория. Поэтому государство обязано для своего общества, для своего населения создавать благоприятные условия в этом направлении. Спасибо. Пожалуйста, секундочку, там задний вопрос. Да. Айқын газеті Халима Бұқарқызы. Қуаныш аға, сізге мына аралас мектептер туралы сұрақ қойғым келіп отыр. Қазақ даласында ең алғашқы аралас мектептің пайда болу тарихына үңілсек, жаңағы Кауфман Перовскийдің осы қазақ даласына келіп, қазақтың балалары неге орысша сөйлемейді, неге орысша ойламайды деп, содан кейін барып пайда болған деп айтады. Сосын большевиктердің арнайы қаулысы бар. Қазақ даласында аралас мектептерді көбейту туралы. Сол кезде бір дегенде 700 мектептің жабылғаны айтылады. Бұл енді тарихи фактілер. Бізде де қазір мына Қазақстанда, өзіміздің тәуелсіз мемлекетімізде, қазақ тілі мемлекеттік тіл болып саналатын мемлекетте таза қазақ тілді мектептердің үлесі 50%-ға да жетпейді екен. Балабақшалар 30%-ға да жете алмай отыр. Осы аралас мектептерді азайтсақ қайтеді, осыған қатысты пікіріңізді білдірсеңіз. Өйткені бала қай тілде білім алады, сол тілдің, ұлттың рухани несін болмысымен қалыптасады деп айтады. Осыған қатысты пікіріңізді білсек. Жақсы, рахмет. Жаңа мен біразын айтып кеттім. Сіздің бұған толғаныс білдіргеніңізді мен өте түсінемін. Өзімде оған мен әр уақытта елеңдейтінім, ол әрбір қаны бар, жаны бар азамат ойлайтын нәрсе ғой. Енді аралас мектептер дегеннің өзі де кезінде, мысалы, жеткіліксіздіктен, мектептердің жеткіліксіздігінен болған нәрселер. Қазір бірте-бірте әрқайсысы өзінше мектеп болып жатыр. Мысалы, қай тілде болса, сол тілде өзі бөлек мектептер жасалып жатыр. Аралас мектептерді мен де онша құптамаймын, ол өзі кезінде жаңа материалдық техникалық базасына байланысты болған. Ал енді жаңа бізде Қазақстанда 50 емес, айналайын, қазір қазақ мектептері 70%. Қазір 70% болды. Бірақ екінші мәселе, сізбен біздің жаңа мен сана мәселесін айттым ғой, намыс мәселесін айттым ғой. Мұна ана сөйлемей, бала сөйлемейді. Анасы баласына неге қазақ тілінде сөйлемейді? Кім оған сөйлеме деп жатқан? Не болмаса сіздер қазір көріңіздерші, мен ылғи айтам. Сіздердің құрдастарыңыз, жастар көп жағдайда өздері бір-біріменен ана тілінде сөйлеспейді. Әдет болып кеткен тілде сөйлеседі өздері. Содан кейін барады да сол жаңағы балаға ықпал етеді. Қазақ мектептеріне барыңыздаршы. Барып жүрсіздер ме? Қазақ мектептеріне. Қазақ мектебінде оқиды, сабаққа кіріп қазақ тілінде оқиды, үзіліске шығады, бәрі орысша сөйлеседі. Это же не секрет. Дұрыс па? Шығады да, үзіліске шығады, балалар бір-бірімен орысша сөйлеседі. Неге? Ата-аналары солай сөйлеседі. Содан кейін мына қоғамға шығады да, қоғамға барған кезде, мәселен, жаңағы мынау мегацентр, керуен, тағы сол жерге барған балаларды тыңдап көріңіздерші. Бәрі бір-біріменен тек орыс тілінде сөйлеседі. Осыны кім жасау керек? Жаңа мен айтқан сана мәселесі. Бұны тек бүйтіп диктовать етіп отырып, сен былай сөйлемен келмейді, ол өзінің жүректің қалауыменен, өздерінің жандарының тілегіменен келетін нәрселер. Сондықтан бірақ айту керек, жағдай жасау керек. Мектептерді барлығын өз тілінде, мысалы, ағылшын тілінде мектеп болса, тек сол ағылшын тілінде өткізу керек. Қазір мысалы Назарбаев университеті ағылшын тілінде жүріп жатыр ғой.
сол жерде оқитын балалар ағылшын тілінде деңгейі мүлде басқа. Сол сияқты сол жаңағы орыс тілінде мектеп болса, орыс тілінде, қазақ тілінде сөйтіп өткізген дұрыс болады. Рахмет. Армысыздар, Жанар Мақсұтқызы, Астана радиосы. Қуаныш Сұлтанұлы, соңғы кезде елімізде мынау интеграция, ықпалдастық мәселесі жиі көтеріліп жүр. Ол мынау шет елдермен, көрші елдермен деген сынды. Осы экономикалық жағынан енді бұл түсінікті, елімізге не берері, ал жастарға рухани әлеуметтік даму тұрғысынан не береді деп есептейсіз? Рахмет. Біз, Жанар, айналайын, біз ешкімнен бір қорған жасап алып, өзіміздің үйде отыра береміз десек, біз дамымаймыз. Сондықтан аралас құралас болады. Өйткені біз ол дәуірді басымыздан өткіздік. Мысалы, кеңес одағы болды ғой. Кеңес одағы болған кезде біз бәріміз ойлайтынбыз, біз жас кезімізде болдық. Тек дүниенің ең жақсысы біздің ғана жерде екен деп қана ойладық, шет елді көрмедік, басқа елдерді көрмедік. Қазір еркіндік. Қазір рухани еркіндік, рухани кеңістік. Сондықтан ешкімді шектемеу керек. Қазір қараңыздар, мысалы, бұрын егер шет елге Қазақстаннан 5-10 бала бір жылда оқуға кетсе, соны бүкіл Қазақстан білетін. Қазір бүкіл Қазақстаннан дүние жүзінде 20 мыңға жуық біздің жастарымыз оқуда жүр екен. Кім біледі оларды? Яғни еркіндік. Біреулер мына мемлекеттік гранттар арқылы барып жатыр. Біреулер өздері жалақысымен ақысын төлеп жатыр. Біреулер неше түрлі фирмалардың шақыруымен барып жатыр. Яғни кеңістік. Көрсін, дүниені көрсін, көздері ашылсын. Сөйте ол ешқайда да кетпейді. Бәрі біраз барып шетелді көреді, үйтеді. Ауылға қайтпайтын қазақ жоқ. Бәрі елге келеді. Бәрімізде шетелге барып жүрміз, шетелді көріп жүрміз, шетелде жұмыста істедім. Сол, мысалы, қайтар кезде сол елді сағынғанымда рас. Сондықтан ал жастарға ешқандай шектеу қоймай, олар оқи берсін. Бірақ жаңағы сол қайта біздің жастар шетелге барған кезде байқайым, ұлттық намысы, қаны ұшқырырақ оянатын сияқты. Солар көпшілігі. Сондықтан бұлай біздер неғұрлым санасы мен білімі өскен сайын біздің жастарымыздың өзі ұлттық сапасы да күшейеді деп ойлаймын. Рахмет. Осымен біздің брифинг аяқталды. Сіздерге көп рахмет. Рахмет.